Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей бүгін Қытайдан AliExpress сайтынан автомобильге арналған мынандай екі тапсырыс келді. Мына біріншісі, бұл жерде LED лампа болу керек, противотуманка дейді. Сол противотуманкаға арналған мінекей мынандай екі LED лампа. Тура бір ай дегенде жетті. Бағасы шамамен $1.25 па, шатаспасам, сондай көлемінде. Мінекей осындай H1 деген форматта. Бізде бұндай лампалар шамамен 1000 теңгенің көлемінде, әрқайсысы 500 теңге, 1000 теңге. Ал маған екі лампа шамамен 250 теңгенің шамасында айланды. Олардың қалай жанатын кейінірек көре жатармыз. Екінші тапсырысымыз мінекей мынандай үлкен бір тапсырыс. Бұның ішінде сигнал дейді. Яғни машинаға арналған сигнал болу керек. Сондай звуковой сигнал дейді. Бұл шамамен 25 күннің арасында жетті. Мінекей осылай сыртын осындай бір орап жіберген, жұмсақ болып. Мінекей осындай бір сигнал. Мінекей мына жерде мынандай компрессор бар. Екі тал мінекей мынандай дауыс шығаратын несі бар. Шлангасы мінекей жалғанатын, және мына жерде реле және креплениеға арналған болттары. Бұлардың енді сайтта көрсетілгенде характеристикасы 110 децибел деп көрсетілген. Шын мәнінде 110 децибел бар ма жоқ па, оны бір одай біледі. Дегенмен дауысы жақсы шығады деген үміттемін. Мінекей достар, сигналканы осылай орнаттым. Бұл сигналдың тұрғанына 1 жылдан асты. Әлі де істеп тұр. Орнатылған жерін бой көрім десеңіздер. Мен мынандай темірге орнаттым. Ал сигналканың блогы мінекей мына жақта тұр өзі. Мінекей жай ғана темірмен бұрап жалғай салған болатынмын. Қытайский болса да 1 жылдан асты, әлі істеп тұр.